Сонымен, саламатсыздар. Сау. Так, бүгінгі сабағымызды жалғастырамыз. Бүгін деген кішкене математикамен айналысамыз. Себебі айтын, мына роботымызды алға жүргізуде сол керек болады. Математика. Ағайана, көбейту 360 бөлу 1 деген бе? Көбейту 360 бөлу 1 деген не екенін білмеймін, сен айтып отқанды. Бүгін деген мына немен айналысамыз. Қызым ағай? Иә, математиканың ішінде, жалпы кез келген роботта жүргенде әрбір дөңгелектің өзінің дейтін неше айналым жасайтын есептеуге болады. Яғни кез келген дөңгелек бір айналым жасағанда ол дөңгелегіміз қанша сантиметр жүріп баратын есептеуге болады. Соны есептейтін біздерде мынандай формула бар. Бірінші оның алдында сіздерге қазір мынаны көрсетейін. Бір дөңгелекті алайық, геометрияның өзін қолданып жүрген. Қазір жүктеп ашып алайын. Мына дөңгелек таныс қой сендерге, солай ма? Иә. Сіздерде дейтін кәдімгі геометрия біздің роботымыздың дөңгелегі. Енді кез келген шеңбердің несі болады? Радиусы болады және диаметрі болады. Солай ма? Кез келген шеңбердің радиусы және диаметрі болады. Сол секілді. Біздің мына дөңгелегімізде, роботымызда қолданатын дөңгелекте, ол да шеңбер дөңгелек. Яғни оның да радиусы және диаметрі бар. Сіздерге мына көрініп тұр ма мына жерде? Радиус қаншада болып тұрғаны? Радиус 26, диаметрі 56 деген ба? 28, радиус 28 мынау. 28-56 да? Диаметр 56. 28-56. 28-56. Көрініп тұр ағай. Так, енді мынандай нәрсе. Қазір сіздер екеуіңіз кім Ернар сен 6 оқисың, екінші Ернар сен 7 оқисың да? Енді мынандай сұрақ. Иә. 6-шы сыныпта өтіледі. Ол сіздер уже Ернар өтіп кеттіңдер сендерді оны. Кез келген шеңбердің ұзындығын есептейтін формула бар. Шеңбер ұзындығын есептейтін формула. Қандай еді? Шеңбер ұзындығын? Иә, шеңбер ұзындығын есептейтін формула бар. Симметриялық өстік па? Жоқ, шеңбердің ұзындығын есептейді. Кез келген ұзындығын? Иә, кез келген радиус көбейту 2 ма? Радиус көбейту 2 ол дейтін диаметрін есептейтін формула. Шеңбердің ұзындығын есептейтін формула бар. Білмеймін. Жартысы ма ағай? Шеңбердің ортасын? Шеңбердің ортасы шеңбердің центрі болғанда, ары қарай радиус қой. Так, онда ұмытып қалсаңдар, қазір дәптертеріңді ашыңдар, дәптертеріңе жазып алыңдар. Шеңбер ұзындығын есептейтін мынандай формула бар. L тең болады 2. Мен дейтін енді мына немізде пи деген түспейді, оны бүйтіп жазамын, пи деп жарай ма? L тең болады 2. Пи тең болады. Иә, пи тең болады 3,14. Ол негізі пидің цифры шексіз ғой, кете береді ғой, бір шамаға дейін барады ғой. Пи деген. Ары қарай бізге цифры керек болады. 3,10 100 мыңнан 14.159. Осы цифры керек болады. Пи деген қалай еді? Қалқалан? Пи деген қалай еді? Міне, пи көбейту, мынардың арасын барлығы көбейту. 2 көбейту пи, көбейту r. Түсінікті ме? Пидің мәні бек көбейту. Енді бізде радиусымыз нешеге тең болады? Радиус неше? Радиус 28. 28. Яғни біздерде айтын радиусымызды біздер r деп белгіледік. Мына есебімізде радиусымыз әзірге мына дөңгелегіміздің радиусы 28 миллиметр. Қазір енді осыны есептеп сіздерге табу керек, L-ді табуларыңыз керек. L нешеге тең болады? Қазір соны есептеулерің керек. Енді осы дөңгелектің L-ін тауып алыңдар қазір, есептеңдер. Тең болады 2 көбейту 3,14 көбейту 28 миллиметр тең болады. Калькулятор қолдану бола ма? Болады. Бола ма? Қолданып есептеп алыңдар.
Ағай, Неше? 175 Яғни 175 175 бүтін 184. На. L тең болады 175 бүтін 180 4. мыңнан 184 қой да миллиметр. Мгм. Так. Енді мынандай нәрсе. Бұл деген миллиметр. Енді бізге қанша сантиметр жеткен есептеу керек. Енді осыны сантиметрге айналдыру керек. Ол үшін не істейміз? Миллиметр 100-ге көбейтеміз. Ха? Мә, 10-ға көбейтеміз. Жоқ. Миллиметрді сантиметрге Енді біз бөлеміз 10-ға. 10-ға бөлеміз, молодец. Енді 10-ға бөліңдер осыны. 17 бүтін Аха. 17 бүтін мыңнан 584. Бізде осы бағытта келіп тұр да, оны біздер дөңгелек деп алуға болады, пока 17 бүтін оннан 5 деп. 18. 18-ден кішкене артықтау кетіп қалады. 17 бүтін оннан 8 сантиметр. Солай ма? Яғни біздердің мына дөңгелегіміз бір айналым жасағанда 17 бүтін оннан 5 сантиметр жүріп өтеді екен. Бір айналым жасағанда. Түсінікті ме? Екі айналымда неше сантиметр өтеді сонда? 24 35 примерно 35 сантиметр да шамамен. Екі айналым жасағанда 35 сантиметр жүреді. Иә, 35. Яғни ол дейтін біздерде уже неміз қалай есептейтін түсінікті ғой да? Иә. Мағына қалай есептейміз? L тең 2 пир. L тең болады 2 пи r. Енді мен қазір сіздерге дейтін басқа да дөңгелектерді қазір берем. Сол дөңгелектерді алып, есептеп, сосын ба жауабын айтасың. Есептеп болмай толықтай. Кәдімгі жаңа есептегенде миллиметрмен шығады жауап, сосын ол миллиметрді сантиметрге айналдырасың. Түсінікті ме? Так. Келесі дөңгелегіміз. Айман көрінбейді суреті. Санмен айта көке. Қазір айтам, сурет шығарам да, соны айтам санмен. Келесі дөңгелектің радиусы 26 миллиметр. Ау? Радиусы 26 миллиметр. Аха. Пи тең. Жаңағыда есептейсіздер. L-дің мәнін табады. Пи қанша? Пи 3. Пи ол тұрақты. 3 бүтін 114 кеттік. L тең болады 2 көбейту 3 бүтін 114. Ағай шықты, 163 бүтін 168 миллиметр 163 мың 163 сантиметр ғой ағай? Сантиметрмен айтамыз, сантиметрмен. Болдым. Так, қазір Ернарды күтейік. Сумо Ернар. Болды аға мен. Так, жауабын айтайға. 16 Мен бүтін. демек айтсын. Айтыңдар, мен екеуіңді айтып қояйын. Екеуіңіз бірде естіліп отырады екеуіңіз. 16 бүтін 336 268. 336 268. 268. Аха. 268. Менде тассой шықты ай. Так, Келесі. дайындалыңдар келесіне. R тең R тең 14. R тең 14.
Ол да шықты менде. To'xtang. Aytpayım. Buy. Buy to'sanda chiqib ketdi. Bo'ldi, ay. Так, Ayta керек па? қазір құттай күтіңдер, мені күтіңдер енді. Шығарып Иә, мен де шығарып отырмын, сендер мен жағаласып. Мен сендер тексеріп отырмын деппін ғой. Так, сонымен кеттік ал. Жауабы неше болды? Жазайық. 8,796 452. 8 бүтін солай шықты. 8,796 452. 4. Молодец, жарайсыңдар. Математикадан жақсы екенсіңдер. Так, енді сонымен түсінікті ма? Kalkulyator matematikten жақсы екен. Математикадан, яғни бізде робот техника, ол жалғыз программа жазу емес, сумоға, андамда жарысқа дайындалатын жалғыз ол спорттық түрмен емес. Яғни кез келген нәрсені жазғанда математикамен есептеп жазып алуға болады. Яғни ертең мектепке барғаннан кейін кез келген роботтың дейтін дөңгелектерін қарап, дөңгелектің жанында екі цифрмен жазылып. Мысалға дейтін мен жаңа сіздерге айтқан дөңгелекте мынандай жазу тұр. 34x сосын 14 деген тұр. көбейту 14 деген тұр. Мынау дейтін 30-да 14 деген ол дейтін диаметр. 14 дегеніміз радиус. Түсінікті ме? Яғни сіздерге дейтін есеп. Енді L тең болады 2 πr деген бізде формула ғой, шеңбердің ұзындығы. Осының дейтін есептейтін формуласы бар. Оның формуласы былай. L тең болады π көбейтілген d диаметр. Түсінікті ме? L екеуінде де бірдей мән шығады. Екеуінде де бірдей мән шығады есептесеңдер. Түсінікті ме? Оны айтасың сияқты. Енді өздеріңізге қайсысы ыңғайлы, мысалы сонымен есептеп қарауға болады. Түсінікті ме? Мен оны айтасың да. Ағай. Ona 30,14 деген пи де. 30,14 деген ол D да. Санан көбейтіп қоямыз да. Иә, соған көбейте қоясың. Көйтемсің 10-ға бөлеміз бе? Иә, көбейтіп 10-ға бөлесіңдер. Неге легінің дөңгелектеріндегі дөңгелектің ұзындығы міндетті түрде немен беріліп тұрады? Миллиметрмен беріліп тұрады. Сіздер соны жүрген уақытта сіздерге сантиметрмен өлшеп алсаңдар, қанша сантиметр жүретін. Содан келтіруге болады. Енді бізде мынандай келесі тапсырма бар. Көрейік сіздердің. Тағы да бір математикадан недерін тексеріп жүрейін мен сендерді. Kalkulyator тексеріп жүрейін. Осы жолы бірінші калькулятордан бұрын формула табу керек болады. Так, мынау біздерде берілген жол. Түсінікті ме? Так, қазір жолымызды кішкене сәнділеп жүрейік. S тең қанша? Мынау түсінікті ғой да? Мынау бізде берілген жолымыз. Так, ол жолдың ұзындығы S тең болады, жолдың ұзындығы. Так, 1 метр 20 сантиметр. Түсінікті ме жолдың ұзындығы? Неге тең екені? Так, енді мынандай сұрақ. Сіздердің роботтарыңыз деген мына жерде тұрады. Қай жерде? Роботтарыңыз деген мына жерде тұр. Дөңгелегі бәрі бар деген есепте, 4-5 алып алайық та роботымыз осы айтып. Елестетіп алайық. Роботтарыңыз осы жерде тұр. Мына S деген ұзындық ол қызылды бәрін қосып алғанда. Енді старт берген уақытта, жүретін старт берген уақытта, роботтарыңыз мына 1 метр 20 сантиметрлік жолды жүріп өту үшін неше айналым жасау керек? Егерде оның дейтін дөңгелегіндегі радиусы 28 миллиметр болса. Мұна қандай қода? Ағай? Ау. Мұнан сантиметр шығару үшін, так. Тапсырма қайталап айтайын ба? Нормально, ағай, нормально. Нормально. Ал кеттік ал, есептейік ал. Қанша оборот жасайтын айналым санын табайық. Радиус нешеден? 28 дедіңіз бе? Радиус 28 миллиметр. Радиус оған тең міне. 2 көбейтемін. Неше айналым жасайды екен, соны тауып алайық.
примерно бесеу сияқты. Мен пример дегенде білмеймін, маған дейтін есептеп шығару керек. Мен де математика пәнінің мұғалімімін ғой. Сондықтан да дейтін маған да сендердің есептегендерің керек. 28 шығардық қой да біздер. 28-ді шығардық қой. 17 бүтін. Ағай, калькулятор бола ма? Болады, калькулятор болады. Айбүй! Ағай, болдым. Ернарды күтейік ал. Болдым ба, Ернар? Сумо болдым ба? Сумо бай. Бала кетсе шықпайды, алттан кейін шаттайды. Ернар болдың ба? Ернар, сен күтіп отырмыз ал. Асықпа, есептеп ет. Калькулятор бар ма не? Калькулятор жоқ па не? Болды. Так, ал жауабын айтайық. 6,824,385,805,3. Молодец. Сонымен дейтін мынандай нәрсе де. Сонымен формуласы қалай болды? Айналым санын есептейтін формула қалай болды? Маған формуланы айтыңдаршы. Ана, не ғой? L бөлінген S. Қате. L бөлінген неге? Қате. S бөлінген L. Яғни мынаны дәптерлеріңе былай жазып алыңдар. Жаңа L-дің формуласын жазып алдыңдар ғой, солай ма? Енді айналым санының формуласын өзімізге қазақша А деп алып алайық. А тең болады. Не еді? S бөлінген L. Міне. Осы формуланы дәптерлеріңе жазып алыңдар. А дегеннің қасына, ұмытып қалатын болсаң да, осының қасына былай жазып алуларың болады, мынаның қасына. Так. Айналым санын есептеуге деп. Айналым санын есептеуге деп. Қалай ана? Ай, бана формула қалай ана? Бұныға L тең бады 2πr, міне. Жоқ, ол емес. Содан кейін бір оңайын көрсеттіңіз ғой. Диаметр көбейтілген. Міне жазайын. Міне қарайын. Жазып ал. Так, диаметр тең болады π көбейтілген d. Все. Tamam болды. Жазып алдың ба? Болды. Так, сонымен түсінікті ғой да, яғни кез келген, енді сендердің қолдарынан метикадан мынаны есептеуге болады. Кез келген роботтың дөңгелегін алып отырып, сол дөңгелекті роботқа қондыратын болса, кез келген ара қашықтықта неше оборот жасайтынын есептеп алып, соған айналым жазуға болады. Мысалға, жаңағы роботымызда, жаңағы немізде программамыз былай болады онда да, рөлдік басқаруды алайық. Жаңағы роботымыз мына 1 метр 20 сантиметр жолды өту үшін мына жерге шамамен 6 бүтін 6 айналым. 6,8. 6,8 бе? Иә. 6,8 деп шамамен алуға болады. Түсінікті ме? 6 қазір кетіп қалып отыр. 6,8. Міне. Яғни осыны бергенде ол дейтін 1 метр 20 сантиметр аралықта жүріп өтетін дейді. Яғни мына обороттың не үшін берілгенде осымен түсініп отыруға болады. Түсінікті ғой да? Яғни кез келген роботтың дейтін дөңгелеген айналымын түгел барлығын есептеп алуға болады. Олай болса балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталады. Сіздерге тапсырма, бүгінгі өткен тапсырмаларды жаңа қайттан сіздерден сұраймын келесі сабағымызда, жарай ма?
Иә, Келістік пе? Ернар, Иә. екеуміз естіп ме? иә, естідік. Онда осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар. Тапсырманы есептеуді, бүгінгі шығарған есебімізді дөңгелектің ұзындығын есептеуді, формуланы бәрін ұмытып қалмаңдар. Ал жақсы, сау болыңыздар ал. Алонза. Сау болыңыз. Рахмет, Айсаңыз. Сау болыңыздар.